Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге шашқа арналған маска жасаймыз. Шаштың түсуіне қарсы. Ең бірінші бізге репейное масло, бал, табиғи бал қажет, жұмыртқаның сарысы және пияз қажет. Пиязды үккіштен болмаса, өзіңіз турап, осылай марлы қойып, пиязды салып, суын шығарып аласыз. Видеода көрсетілгендегідей. Жақсылап сыққан кезде бір пияздан 1,5-2 қасық пияздың суы шығады. Одан кейін балды қосып, майыңызды қосып және жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырып аласыз. Пияздың иісі қатты шықпас үшін мен эфирное масло қостым, эфир майын. Менде үйде персиковый. Мұны өзіңіз білесіз, қосқыңыз келсе қосасыз, қоспа қойсаңыз да болады. Өзіңізде қандай эфир майы бар, соны қоссаңыз болады. Жақсылап араластырғаннан кейін маскамыз дайын. Осылай мен шприцке құйып алып, арасын ашып, толықтай жағып шықтым түбіне. Артылған масканы шашыңыздың ұзындығыңызға да жақсаңыз болады. Толықтай жаққаннан кейін өзіңізге салафан киіп, душқа арналған салафан кисеңіз болады басыңызға. Болмаса, обычный салафан кие берсеңіз болады. Басыңызда 1 сағат көлемінде ұстауыңыз керексіз. Салафан кигеннен кейін жылы ұстау үшін орамал тағып алыңыз басыңызға. Міндетті түрде үйде істеп көріңіз. 2-3 ай көлемінде шашыңыздың түсуін тоқтатады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.